Сәлеметсіздер, құрметтілерім. Бүгін менде мынадай бір ою түрі пайда болыптыр. Мен бүгін сіздермен оны бөлісейін деп отырмын. Әдеттегідей мен қағазды 4 бұрышынан бүктедім. Әдеттегідей қиып сызып алдым. Енді қию үстінен фломастермен бастырып көрсетіп, қалай сызылу жолдарын содан кейін қиятын боламыз. Сенемін, бұдан жақсы ою үлгісі шығады деп ойлаймын. Енді менің өз ойымнан туындаған ою, мен ешқайдан қараған жоқпын, өзім сызып отырмын. Ол үшін әрине әдеттегідей тұйық жағын өзімізге қаратып аламыз. Оюды мен бастамас бұрын мынадай іш жағынан бастадым. Іш жағынан қошқар мүйізді шалқасынан түсіріп, осылай бастап кеттім. Енді бұл ою сәнді шығады деп ойлаймын. Бұрын соңды интернет желісінен мұндай оюларды негізі көрген жоқпын. Дедікте мінекей бүйтіп сұлатып, мынамен ұштастырып, екеуін ұштастырып, осылай сызып жібердім. Содан кейін мынау қошқар мүйіздің, мынау ұзыннан созылып атқан қошқар мүйізді осылайынан келістірдік. Енді қайшымен қырыққан кезде мынау ашық жерінен бастап қырқамыз. Ою сызу шабыт береді әркімге деп. Мен бүгін ою сызып, өзіме өзім шабыт беріп отырғандаймын. Әрқашанда қазақтың сәнді оюлары бітпесін, сәнді оюын сызатын, көркемдеп тігетін адамдар бітпесін. Мен енді оюды сызғаным болмаса, тіккен емеспін. Мінекей енді сіздерге қазір қырқылған түрін көрсететін боламын. Мінекей енді мен оюымды қиып болдым. Енді бүтіндей денесін жазып көрсетейін. Бұны алдын ала сызып, немесе көрген жоқпын. Турасынан сызып қиып жатырмын. Қалай болып шықты екен? Мінекей мынадай бір әдемі ою түрі қалыптасыпты. Жасыл фонды алып тұрғаным әдемі көрінсін, ою анық көрсін деп сызып жатырмыз, астына салып жатырмын. Игіліктеріңізге жарасын, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр жылы осындай керемет ою түрлерімен таныс болғыларыңыз келсе әрине. Сау болыңыздар.